жағдайда балдар 6 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлуге қиналады. Енді қараймыз. 6 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлген кезде біз осы 6 тұрған таңбалы санның қай жерінен қайырамыз? 46-ға жететінге шейін алсақ болды. Мен 13-тен егерде мына жерден қайыратын болсам, 13 46-ға жетпейді. Бұл жерден қайыра алмаймын, дұрыс емес. Енді 8-ден қайырсам, 138 46-дан асып тұр, жетеді. Ал енді 138-ді 46-ға бөлсек, қандай саннан береміз деп ойланған жақсы ма? Или мен мына 8-ді саусақпен жабамын, мына 6-ны саусақпен жабамын, сөйтем да 13-ті 4-ке бөлсем, қандай саннан беремін деп ойланғаным жақсы ма? 13-ті 4-ке бөлсем оңайырақ, қаншадан береміз деген сөз. Яғни 3-тен береміз, ал ашып жіберемін. 3-тен беремін, 3-ні 6-ға көбейтемін, 18, 8-і түсіп, 1 ойда. 3-ті 4-ке көбейтемін, ойдағымен 13 болады, міне түсірдім. 138-ден 138 азайтсам 0 болады. Енді мынау 138-ден кейінгі 2 деп отқан санды қасына түсіремін. Ал менің мына 2-м 46-ға жетіп тұр ма? Жоқ, жетпейді. Ал бұл жетпейді. Енді мен мына 7-ні 2-нің қасына түсіремін. Бірақ әр түсірген санға мен қарыз өтеп отырамын, қарыз боламын. Мына 3-тен кейін 0-ді беріп өтеп толтырып отырамын. Енді қараймыз. Мына 7-ні түсірдім. Осы 7-ні түсіргенім үшін 0-ді бердім. Ал енді ойланамын, қараймын. 27 46-ға жетіп тұр ма? Жоқ, жетпейді. Маған тағы да мына 6-ны түсіруге тура келді қасына. Мына 6-ны түсірдім. Оны түсіргенім үшін мен тағы да 0 беремін. Қарыз боламын. Түсіргенім үшін мынаға 0-ді беріп толтырып отырамын. Ал енді 276-ды 46-ға бөлгенге жете ма? Жетеді. Енді тағы да жаңа лайфхак қолданайықшы. Мына 6-ны жаптым, мына 6-ны жаптым. 27-ні 4-ке бөлсем, қандай саннан берген жақсы? 5-тен берсем 20 болады. 6-тан берсем 24 болады. 8-ден берсем 32 болып кетеді. Демек, мен қаншадан беремін? 6-тан беремін. Ал саусақтарымды ашып жіберемін, 6-тан беремін. 6-ны 6-ға көбейтсем 36, 3 ойда. 3 ойда міне. 6-ны 4-ке көбейтсем 24, ойдағымен 27. Демек, мына жерде 276-дан 276 алсақ 0 болады.